Достар, ассалаумалейкум. Бүгін скутерімізге осында светодиодный лента қондыратын боламыз. Бұл негізі машинаның ішінде тұратын светодиодный лента, жаңа аяққа түсіп тұратын да, полик жақта. Бұл жалпы қондыруға болады деп ойлаймын, өйткені мына жерде IP деп болады ғой, сумен қорғаныш өте жақсы. Мына жерде кәдімгі бетінде пленкасы нелері бар, резинкілері бар. Так, осында пульті болады, сосын ұзындау сыммен артыңғы жаққа осында екеуі бар, және одан сәл қысқалау сыммен алдыңғы жаққа екеуі бар. Мен біреуін уже мына жаққа алдына өткізіп қойдым. Содан кейін өзінің осындай блогы бар. Мен оны осы жерге бұйырса қондыратын болам. Осындай антеннасы бар. Жаңағы пультпен басқарылған кезде қолданатын. Мына жерде өзінің скутерде тесік бар, содан жаңағы питанияның лентаны өткізетін жер деген сияқты. Так, енді мына жақтар шамалы лас болып жатыр. Мән бермеңіздер, алдында бізде қар жауып, жаңбыр жауып, балшық болып қалды. Сырты таза болғанмен іші осындай болып қалып жатыр, өкінішке орай. Менде китайский скутер 25 кубтық та. Сонда мен осы фарға жалғадым. Мына фар қосылатын не? Разъем, былай айтқан кезде. Так, енді мына жерде шамалы басқа тұратын сияқты жер. Так, мына скутерден келетін фарға жалғанатын разъемда 4 провод келіп тұр, 4 сым келіп тұр. Қоңыр, жасыл, ақ, көк та. Ал мынау менің жаңағы өзімнің жалғаған ар жаққа жаңағы неге блокқа кететін плюс-минус. Яғни мынау қоңыр минус түсінікті, көк плюс, ол да түсінікті. Ал енді мына жерде шамалы шатысатындай жағдай бар. Білмеймін, басқа скутерлерде басқаша шығар, бірақ менікінде солай жасап тұр. Так, фар болғаннан кейін бұл жерде подфарник бар, ближний бар и дальний бар. Жаңа айтқанымыздай, мынау түсінікті, жаңа өзіміздің қосқан тоғымыз блокқа кететін, ол минус мына жерде қоңыр, плюс көк. Ал енді мына жерде шамалы шатысатындай жағдай бар. Мына блокта жасыл плюс қой. Бірақ біз жасыл плюсқа мына қоңырды әкеліп қосамыз. Яғни қоңыр дегенде минус. Мынаның минусын разъемның плюсіне қосамыз. Яғни жасылға қосамыз. Ал мынаның өзіміздің қосқан тоқтың плюсы бар ғой, мына көк. Өзіміздің қосқан плюсті мынаның ағына әкеліп қосатын боламыз. Бұл жерде ақ түс, бұл ближнейге жауап береді. Яғни ближний жаққан кезде біздің светодиодымыз жанады. Ближнийді өсірген кезде біздің светодиодымыз өшетін болады. Мен бірінші мына жерде қоңыр мен жасылға жалғап едім. Сөйтсем мына жердегі разъемдағы қоңыр мен жасыл неге подфарникке жауап береді екен да, қосымша жанып тұратын бар ғой. Ал егер жасыл мен аққа жалғайтын болсақ, ол ближнийге жауап береді екен. Сонда видеоның соңында көрсететін болам. Біз ближнийді жаққан кезде, яғни фарды жаққан кезде светодиодымыз да қосымша жанатын болады. Фарды ближнийді өшірген кезде светодиодымыз да өшетін болады. Достар, түсініксіз болып жатса сұрарсыздар, мына жерде менің өзім шамалы түстерден шатыстырдым, бірақ дұрыс қостым. Так, бұның блогын мен осы жерге қойдым. Так, мінекей тұр. Мынау мана айтқан антеннасы. Бұның бір минусы дейміз ба, бұл жабық тұрған кезде пульт ұстамайды екен. Антенна әлсіз бекен бәлкім. Бұны ашып содан кейін өзгертуге тура келеді. Қазір кілтті саламыз. Міне қостық. Жанды өзгеріп тұр. Мінекей. Енді міне кілтті аламыз да. Мысалға фиолетовый күлгін түсті қойдым. Фиолетовый қойылды. Енді бұны осылай жауып тастау керек. Мінекей жаптық. Ой. Осы жер дұрыстап әне жаптық. Мінекей енді фиолетовый түс қойылды. Өте әдемі көрінеді негізі. Қазір жарық түсіп тұрғанның өзінде де тұнық әдемі болып көрініп тұр. Так. Міне осындай ғой. Енді бұның IP қанша екен білмеймін, яғни судан қорғаныш. Бірақ жақсы сияқты. Өте әдемі көрініп тұрады. Былай яркость түсіретін болсақ, әдемі көрінеді екен. Енді бұны мен қай жерге жалғадым десем, мана көрсеттім бұрын сізге. Ішінде тоғы жайлыды. Ал енді бұны мен ближнейге жалғадым. Менде қазір ближний жанып тұр. Фокус жасалайын. Егер ближнийді сөндірсем, мен ближнийді өшірдім. Мен фары сөнді. Өшіп қалады. Ближний жақсам жанады. Ближний сөніп тұр. Ближний жақтым, жанды. Ближний жанып тұр. Егер мен дальнийді жағатын болсам, онда да сөніп қалады. Дальний жақсам сөніп қалады. Бұны
ближний қойған себебім, мысалы күндіз ближний жақпаймыз ғой, өшіп жүреміз де, қараңғыда ближний жағамыз, сол кезде әдемі түсетін болады. Так, енді бұны проводтарын қалай өткізген жайлы толық көрсеткен жоқ, өйткені әр скутерде әртүрлі болуы мүмкін. Сосын бұның алды ашылады, скутердің алдын ашасыздар или артын ашасыз, әр скутерде әртүрлі. Сосын менікі осылай келіп, мына жақпен астымен осылай кетеді де, сосын мына жаққа келіп тұр, бұне артында біреу тұр, астында екеу тұр. Осы жақпен келеді, осы жақпен келіп ішімен кетеді жалпы. Солай достар, ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Барынша түсіндіріп жатырмын. Егер сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер, комментарийға бұйырса жауап беретін боламын. Че там, қалай шыққан жігіттер? Енді осыны қыздыру керек, аккумулятор өліп қалыпты. Жігіттер, ассалаумалейкум. Ана бір не бар еді ғой? Прикол ретінде ана титр бар ғой, кино соны. Тан-тан-тан-тарадат деген бар ғой, соны қалай тауып алатын еді интернеттен, ютубтан, атын ұмытып қалып тұрмын.